Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Темірханова Динара 2 жыл практик таргетолог маманы болып жұмыс жасаймын. Сіздерге бүгінгі түсіндіретін тақырыбым жеке рекламный аккаунт. Жеке рекламный аккаунт жалғыз ба, көп па, жоқ па, сізде бар ма, жоқ па, немесе онымен реклама шығара аламыз ба, шығара алмаймыз ба, оның статусы қалай, сол туралы сөйлесетін боламыз. Енді бізде мына жерде біз бірінші ретте бизнес Фейсбукқа кіреміз. Бизнес Фейсбукқа кірген кезде ADS менеджер ашылады. Оның көрінісі дәл осылай. Яғни ADS менеджер дегеніміз бізде рекламный кабинетіміз. Осы рекламный кабинеттен біз реклама шығаратын боламыз. Осы рекламный кабинетке кіріп, рекламаны создавать ете аламыз. Енді бізде жеке рекламный аккаунтымыз біреу ғана болады. Оны мына жерден былай тексереміз. Компания деңгейінде қарасаңыздар, осы жерде бүкіл біздегі бар рекламный аккаунттардың тізімі көрсетіліп тұрады. Korean косметика деген бізде бизнес менеджер, оның ішінен ашылған рекламный аккаунт. И әр рекламный аккаунттың өзіне сай несі болады. ID номерлер болады. Мына жерде Қанатбек Мұратов деген менің Facebook аккаунтымның атауы. Соның ішінен ашылған бұл жеке рекламный аккаунт. Сізде жеке рекламный аккаунт бар ма, жоқ па, осы жерден біле аласыздар. И одан кейін нақты менің жеке рекламный аккаунтым қайсы деген кезде, именно сіздің Facebooktағы аты жөніңіз қалай ашылған, дәл сол атпен жеке рекламный аккаунт ашылады. Осы жерден осылай сіздер көре аласыздар. Енді бізде жеке рекламный аккаунт біреу ғана болады. Негізінен жұмыс жасап тұрған. Иногда кейбір адамдарда екеу де болуы мүмкін. Ол қай жағдайда? Мысалы, бізде часовой пояс ауысуы мүмкін, немесе бюджетті ауыстыруымыз мүмкін. Мысалы, бір рекламный аккаунт аштық, ол жерде рубльмен тұрған болса, бізге рубль түсініксіз ұнамады, сонымен неге долларға ауысқымыз келді, сол кезде біз уже ауыстырған кезде бір рекламный аккаунт жабылып қалады, жаңағы рубльмен ашылған, и новыйдан доллармен ашылған жеке рекламный аккаунтымыз ашылады. Біреуі просто так закрыты болып қалады. Енді мына жерде біз осы жеке рекламный аккаунттың настройкасына өтейік. Яғни настройка рекламных аккаунтов, бургерді басамыз, менюді жаңағы. Сол жерден біз осы менюден тауып аламыз. Настройка рекламных аккаунтов. Мына жерде міне. Енді бұл жерде бірінші көріп аламыз, точно біз жеке рекламный аккаунттың настройкасында тұрмыз ба. Енді мына жерде бизнес менеджердің ішінен ашылған рекламный аккаунт бұл Қанатера деген. Енді мен жаңа айтып өткенімдей, жеке рекламный аккаунт өзіміздің Фейсбуктағы аты жөнімізбен ашылады. Вот, міне ашылды. Енді мына жерден біз история платежиды, текущий баланс, яғни біз рекламаға кетірген бюджетімізді қарай аламыз. Мына жерде рекламный аккаунт отключен болып тұр. Неге? Себебі кезінде ашқанмын рубльмен, Ресейдегі жағдайға байланысты рубльмен ашылған рекламный аккаунттардың барлығы да блокқа кеткен. Бұны алдағы уақытта жұмыс жасамаймыз, просто так тұрады, удалить ете алмаймыз. Дәл осы қалпы қалады. Және способ оплатаны тоже осы жерден біз көре алатын боламыз. Достар, сіздерге информация ұнаса, алдағы уақытта лайк басып өздеріңізбен бөлісіп қойыңыздар достарыңызбен. Және де алдағы уақытта қандай тақырыптарды қозғайын комментарийге жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.